сіздің есіміңіздің? Фатима. Фатима қызыңыз ертіп келіп отыр дейсіз. Біздерде түрлі түсті қарандаштарды пайдалану арқылы, яғни сурет салу жасаған іс-әрекетінде біз көптеген әдіс-тәсілдерді пайдаланамыз. Соның бірі түрлі түсті қарындашпен, әртүрлі боямақтармен, яғни гуашьты пайдалану арқылы да әртүрлі суреттер салуға болады. Соның бір тәсілі міне, Фатима қарай ғой, саусағыңызды суға батырып, боямаққа салу арқылы күннің шапағын салыңызшы. Қане. Анасы, сіз де көріңізші, әдіс-тәсілді пайдаланып, сіз жаңбырдың тамшыларын салыңыз ақ қағазға. Қане. Фатима, күшті екен. Қане, Фатима, қандай керемет. Фатима әдемі, күшті екен. Қандай керемет. Фатима, түсіндің ғой? Сіздер саусағыңызды алу арқылы да